Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазір математика сабағы. Математика сабағынан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз бір бағыттағы қуып жету қозғалысы. Яғни бүгін балалар біз бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді шығаратын боламыз. Ол бір бағытта берілген жәнегі қуып жету қозғалысының жақындау жылдамдығын есептеу үшін біз v жақындау жылдамдығын табу үшін v1-ден v2-ні азайтамыз. Яғни мына екі жылдамдықты бір-бірінен азайтып табатын боламыз. Себебі мына шыққан адам алдыңғы адамды қуып жетеді. Немесе машинаны, немесе жәнегі шаңғышылар бір-бірін қуып жетеді. Енді балалар, біздегі тапсырма былай дейді. Төтенше жағдай жаттығу өткізілуіне байланысты Әлия мен Әжей бір уақытта өз үйлерінен қауіпсіз орынға қарай бағыт алды. Олардың арасы 200 метр болған, олардың арасы. Әлия 110 метр минут жылдамдықпен, ал әжесі 60 метр минут жылдамдықпен, яғни 1 минутта 60 метр жерді жүріп отырған екен. Енді балалар, әр минут сайын ара қашықтықтың қанша метрге кемитінін, Әлия әжесінің қанша уақыттан кейін қуып жететінін анықтаңдар деп тұр. Ол үшін балалар біз жақындау жылдамдығын табамыз. Жақындау жылдамдығын табу үшін v1-ден v2-ні азайттым. 110-нан 60-ты азайтсақ 50. Яғни біздегі жақындау жылдамдығы 50 метр минутқа тең. Енді ара қашықтығы 200 метр болғандықтан 200-ді 50-ге бөлеміз. Сол кезде және неше минутта қуып жететіні табылады балалар. 200-ді 50-ге бөлетін болсақ 4 минут. Енді балалар, бізде бұл жерде әр минут сайын жәнегі қанша неден азайып отырады дейді. Арақашықтық қанша метрге кеміп отырады дейді балалар. Әр минут сайын 50 метрге кеміп отырады. Жауабын жазамыз. Әр минут сайын 50 метрге кеміп 200 жәнегі метр жерді 4 минуттың ішінде қуып жетеді деп жауабын жазасыңдар. Балалар, қазір кітабымыздың 23-ші бетінде берілген екінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде былай дейді. Болат пен Серіктің үйлерінің ара қашықтығы 160 метр. Олар мектепке қарай бір уақытта шығып және бір бағытта жүрді. Серік 100 метр минут жылдамдықпен, ал Болат Серіктің артынан 120 метр минут жылдамдықпен жүрді. Неше минуттан кейін Болат Серікті қуып жетті дейді балалар. Міне, мына жерде мектеп, Болат пен Серік мектепке қарай шықты. Екеуінің үйінің арасы 160 метр болады. Бізге табу керек жәнегі кездесетін, неше минуттан кейін кездесетінін табуымыз керек уақыттан. Ол үшін балалар, сендер мына формуланы білесіңдер. v1-ден v2-ні азайтамыз. 120-дан 100-ді азайтам, 20 метр минут. Жақындау жылдамдығын тауып алып, ары қарай есептейміз. Уақытты табу үшін жәнегі 160-ты, яғни мына ара қашықтықты 20-ға бөлеміз. 8 минут. Олай болатын болса, Болат Серікті 8 минуттан кейін қуып жетеді. Жауабына осылай жазамыз. Келесі тапсырма кітабымыздың 9-шы тапсырмасы. Бұл 24-ші бетте берілген. Бұл жерде сіздерге мынандай тапсырма ұсынылған балалар. А және В, С қалаларының арасы тас жолмен жалғасқан. В қаласы және А қаласы С қалаларының ортасында орналасқан. В қаласы А және С қалаларының, А мен С-ның ортасында В қаласы орналасқан. А қаласынан С қаласына қарай 85 км сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік. Онымен бір уақытта В қаласынан С қаласына қарай 60 км сағат жылдамдықпен жүк көлігі жолға шықты. Егер А және В қалаларының ара қашықтығы 125 км болса, жеңіл автокөлік жүк көлігін неше сағаттан кейін қуып жетеді. Уақытты табу керек. Балалар, уақытты табу үшін мен сендерге мынандай бір қысқаша формула ұсынып тұрмын. S-ті бөлеміз V1 мен V2-ның айырмасына. Енді балалар, бізде 125-інде S дегеніміз 125 километрді бөлеміз. Жәнегі 85-тен 60-ты азайтатын болсақ, балалар, бізде неше шығады? 25, 125-ті 25-ке бөлетін болсақ, 5 сағат. Олай болатын болса, мына
автобус жүк машинасын, жеңіл машина жүк машинасын 5 сағаттан кейін қуып жетеді екен. Жауабына осылай жазамыз. Келесі тапсырма балалар кітабымыздың 24-ші бетінде берілген 7-ші тапсырма. Бұл жерде екі мәтін есеп берілген. Былай дейді біріншісі. Шешуін өрнек түрінде жаз дейді. Балалар, мен мына жерде шартын жазып тұрмын. Сендерге тек тапсырмада берілген шешуін ғана жазу, яғни өрнек түрінде мына шешуін ғана жазасыңдар. Бірақ түсінікті болу үшін жәнегі жаңама сұрақ болғандықтан мен сендерге түсіндіріп, естеріңе түсіру мақсатында шартын жазып тұрмын. Каспий теңізінің ауданы 371 мың квадрат километр. Бұл Арал теңізінің ауданынан 362 мың 697 квадрат метрға артық дейді. Балалар, олай болатын болса, жәнегі мына жердегі бұл деген жанама сұрақ болғандықтан мен не қалай жаздым, осыған мұқият боламыз. Келесі 371 мыңнан 362 мың 697-ні азайтсақ 8303. Олай болатын болса, Арал теңізінің ауданы 8303 квадрат километрға тең болады екен. Келесі, екінші әсіне қарайтын болсақ, Арал теңізінің ең терең жері 54 метр дейді. Бұл Каспий теңізінің ең терең жерінен 971 метрға кем. Яғни Каспий теңізі жәнегі мына Арал теңізіне қараған кезде терең деген сөз балалар. Олай болатын болса, қалай табамын? 54-ті 971-ге қосамыз 1025. Яғни Каспий теңізінің ең терең жері 1025 метрға тең болады екен. Балалар, келесі тапсырма кітабымыздың 23-ші бетінде берілген 5-ші тапсырма. Бұл жерде күрделі теңдеу берілген шешуге. Күрделі теңдеуді шешу үшін балалар ең бірінші амалды тауып аламыз орындайтын. Бұл жерде бізде бірінші амал жақшанышы, бірақ та ол жерде x белгісіз болғандықтан біз теңдеудің жәнегі сол жағын қалдырып, оң жағын жинақтап аламыз. 4080-ге бөлетін болсақ 50. Енді балалар, мына түрдегі теңдеуді шешеміз. X қосу 450 тең 50 қосу 3540 кері амалмен келеді. Ары қарай мынандай жай теңдеуге келді. X қосу 450 тең 3590 деген. Осы жай теңдеуді шешеміз. X-тің мәні 3140-қа тең. X-тің орнына 3140-ты қойып, теңдеуімізді есептеп шығарамыз. Яғни жәнегі 50-де 50 біздің теңдеуіміз дұрыс шығарылған екен.